Көктемнің соңғы айы еді. Ауылдың іргесіндегі шағын үйде үлкен әулет бірге тұратын. Үйдің үлкен ұлы Ержан қалада жұмыс істейтін де, айлап үйге келе бермейтін. Оның жары Айсәуле болса ата-енесіне қарап үйдің тіршілігін дөңгелетіп жүрген сабырлы келін еді. Ал Ержанның інісі Нұрбек университетті бітіріп жұмыс іздеп жүрген. Екеуі жастары жақын болғандықтан Нұрбек пен Айсәуле күнделікті үй шаруасында жиі бірге жүретін. Бастапқыда олардың арасы тек жеңге мен қайнының әзіл-қалжыңына толы болатын. Бірақ уақыт өте келе шекараны сақтамаған жақындық екеуінде күрделі жағдайға алып келді. Бірнеше айдан кейін Айсәуле өзінің жүкті екенін білді. Бұл хабарды естігенде оның қуаныштан гөрі қорқынышы басым болды. Себебі ол болашақ баланың әкесінің кім екенін жақсы білетін. Сол түні ол көз іле алмады. Бір жағында отбасы, екінші жағында ар-ұяты, үшінші жағында өмірге келетін сәби тұрды. Нұрбек те қатты күйзелді. Біз үлкен қателік жасадық, деді ол бір күні. Айсәуле үнсіз ғана басын изеді. Енді не істейміз? Бұл сұрақтың жауабы екеуінде де жоқ еді. Күндер өте берді. Айсәуленің жүкті екенін бүкіл әулетке белгілі болды. Ата-енесі қуанып, Ержанға телефон соғып, сүйінші сұрады. Ержан да қатты қуанып, жұмыстан ертерек оралатынын айтты. Осы хабар екеуінің мазасын одан сайын қашырады. Ержан үйге келген күні бәрі оны құшақ жая қарсы алды. Ол әйеліне ерекше қамқорлық танытып, болашақ әке болатынына сеніп жүрді. Ал Айсәуле оның жүзіне тура қарай алмайтын. Нұрбек болса үйде ұзақ отыра алмай сыртқа шығып кететін болды. Бұрынғы ашық мінезінен ештеңе қалмаған еді. Бір күні Ержан інісінен «Саған не болды? Соңғы кезде мүлде өзгеріп кеттің ғой» деп сұрады. Нұрбек жауап бере алмады. Жасырылған шындық адамды ішінен жейтіні ол енді түсінді. Апталар өткен сайын үйдегі тыныштық ауыр үнсіздікке айналды. Айсәуле күн сайын шындықты айту керек пе, әлде бәрін ішіне көме беру керек пе деп ойланды. Ақыры ол бәрін жасырудың ешкімге жақсылық әкелмейтінін түсінді. Бір кеште ол Ержанмен оңаша сөйлесуді өтінді. Әңгіме өте ауыр өтті. Айсәуле өз қателігін мойындап кешірім сұрады. Ержан үшін бұл күтпеген әрі өте ауыр соққы болды. Ол ашуланды, үнсіз қалды, кейін үйден шығып кетті. Келесі күндері бүкіл әулет бұл жағдайды бастан өткерді. Сенімге сызат түсті, қарым-қатынастар өзгерді. Нұрбек те жасаған ісі үшін жауапкершіліктен қаша алмайтынын түсінді. Уақыт өте келе әрқайсысы өз өміріне басқа жол іздеуге мәжбүр болды. Кейбір жаралар жазылғанымен ізі ұзақ сақталды, ал дүниеге келетін бала ешқандай кінәлі емес еді. Сол себепті үлкендер қандай шешім қабылдаса да ең алдымен оның амандығы мен болашағын ойлау керек екенін бәрі түсінді. Осы оқиға әулетке бір сабақ болды. Сенім мен отбасы шекарасы бұзылғанда оның салдары тек екі адамға ғана емес, бүкіл отбасыға әсер етеді. Шындықты жасыру уақытша жеңілдік бергенімен ұзақ мерзімде мәселені одан әрі қиындатады.